теплоходтың меншікті жылдамдығы 28,6-5. Өзен ағысының жылдамдығы, яғни бізде жол тұр теплоходтың. Бұның меншікті жылдамдығы қанша дейді? Меншікті жылдамдығы 28,6-5 дейді. Сонымен қоса бізде ағыс жылдамдығы бар, е? Ағыс жылдамдығы қанша дейді? Ағыс жылдамдығы былай қойып, жалына қылдырып 2,3-2 километр сағат. Километр сағат. Мынада жылдамдығы өлшем бірлігі километр сағат болады. Так, енді бізге айтады, теплоходтың өзен ағысымен және өзен ағысына қарсы жүзген жылдамдығын табыңыз дейді. Өзен ағысымен жүрген, сосын ағысқа қарсы жүрген. Сендерде мысалы, велосипедте өтіп келе жатқан кезде, арттарынан жел болса қандай жағдай болады? Я десе, тез жүреді, я? Артына жек, даже педалін айналдырмасаңдар да, ол не істейді, өзі сырғанай береді. А егер алдыңнан жел соқса қалай болады? Сен уже көп күш жұмсайсың, кішкене жүру үшін, әйтпесе сен тоқтап тастап, не істейді? Даже велосипедтен түсіп, шаршағанда жаяу жүрісті. Солай емес пе? Алдыңнан жел. Значит, то же самое. Кемеге, егер мына пароходына қазір ағыс жылдамдығы әсер ететін болса, оның жылдамдығы қандай болады? Көп болады. Яғни ол жағдайда мына екі жылдамдықты не істейміз? Қосамыз. Сонда бізде былай істейік. Мынау бізде теплоходтың жылдамдығы. Мынау жылдамдық теплоходтікі, мынау жылдамдық ағыстікі. Бұл екеуін не істейміз? Қосамыз. Сонда бізде жалпы теплоходтың ағыспен жүзген жылдамдығы шығады деп жазып қояды. Мынау ағыс қосылып тұрған кезіміз. Ал енді қосайық. 28,6-дан 5-ке қоссам 2,3-тен 2-ні. Ортақ бөлімге келтіреміз. Неше болады бөлімі? Бөлімі неше болады? 6-ға келеді. Өйткені 6-6-ға бөлінеді 1-ден берем. 6, 3-ке бөлем, 2-ден берем. Тоқтауыш көбейткіштерін жаздым. Бүтіндерді қосам. 28-ге 2 бүтін қосам. 30. Сонда 30 бүтін 6-дан мынаны қоса 5. 5-ке мынаны 2-ден 2-ге өткен неше? 4. 5-ке 4 қоссақ неше? 9. Асып кетті бөлімінен. Аралас бөлшек шықты. Енді 1 бүтінін алып бүтінге жіберейік. Мынаның 6-сы кетіп қалады. Мынау бізде 6 қосылған неше? 9 деген. 3. Мынау 6-сын аламда 6 мен 6-ны 1 бүтінге жіберем. Сонда бұл 31 бүтін 6-дан 3. Қысқарайын деп тұр бөлшегіміз, солай ма? Неше болады сонда? Алдына жаза салайын. 31 бүтін 2-ден 1. Мынау 6 деген ол 3 көбейту 2. Сон 3-терін қысқартып тастадым, сонда 2 қалды. 2-ден 1. Яғни бұл теплоход ағыспен бірге жүзіп барады. Жел артынан болып жатыр деген сөз, я? Енді ағысқа қарсы жүрсін. Теплоход ағысқа қарсы жүрді. Онда не істейміз? Теплоходтың жылдамдығынан азайтамыз ағысты. Тең, мына жерге жазайын. 28,6-дан 5 азайту 2,3-тен 2. Оның жылдамдығы азайып қалады. Ал бүтіннен бүтінді азайтам. Неше болады? 28-ден 2-ні азайтамыз. Неше болады? 26 болады. Мұнаның басына тоқтауыш береміз. 2-ден береміз. Ортақ бөлім 6. Енді 5-тен азайтам 4-ті. 1. Сонда теплоход ағысқа қарсы жүзгенде не болады? 26,6-дан 1. Ағыспен қоса жүзсе, яғни 31,2-ден 1. Шығарған балалар сендерге осындай жауап шықты ма? Тексеріп қойыңдар. Болды.